Запись экрана жасадым. Так, достар, үй жұмысы ғой. Башқа 10-15 минут үй жұмысына. Так, бізде үй жұмысы бойынша не болды? Сан типімен жақынырақ танысу, төртінші сабақ. Бесінші сабақ айнымалы, булендік тип, undefined және айнымалы құрудың басқа жолдары деген. Так, сабақты қарап шықтыңыздар ма? Бірінші сұрақ. Видео сабақтарды. Я, мен қарадым. Так, хорошо. Так, супер. Онда, так, мен сұрайын. Конс пен леттің айырмашылығы неде? Қараймын. Жақсы. Так, конс деген бар бізде, лет деген бар. Екеуі де айнымалы құруға арналған, мақсаты неде? конс ол константа, ол мысалға пи ол тұрақты мәнді ғана береді. Так, Лет ол ауыстырып отыруға болады. өзгертуге болады, точнее. Иә, өзгертуге. Все, супер, әдемі. Так, диас қосарым бар ма? Жоқ. Так, түсінікті. Бізде айнымалы типтері бар, Қандай типтерін білесіздер? Айта беріңіздер, қандай типтер еске түседі, жалпы ше. Не үшін? Қолданады. Жалпы типі данық қой. Number, string, не бар, массив бар, undefined, low. Массив кірмейді. Массив кірмейді. Примитивно, ол простойға кіреді да. Бізде күрделі типтер болады. Массив, объект деген сияқтылар. Так, сан естідім, string естідім, boolean естідім. Boolean бар. И undefined. Undefined бар, одан бөлек бізде не бар? Null бар, Одан бөлек тағы да типтер бар, достар, Олар өте ретті қолданады, бірақ айта кеткен дұрыс. Оның типтерін символ деген типтер болады да. Символ. Біз оны курсқа басқан жоқпыз, өйткені практикада біз вообще оны қолданған жоқпыз. Шыны керек. Нөл использования. Онда сондай бір тип данық бар, түрі символ деп аталынады. Бір нені белгілеу үшін ғой, бір әріпті белгілеу үшін. Так, бізде сонда string, number, одан бөлек begin дейтін тип түрлері бар тағы да. Ол да өте ретке қолданады. Ең begin атап тұрғанда big деген нәрсе не? Ол үлкен деген сөз, int деген нәрсе ол сан деген сөз, Сол секілді бұлардың барлығын ең үлкен сандар, жалпы ең миллиардтан да үлкен сандар бар. Соларды сақтауға арналған арнайы тип бар, Оны begin деп атаған. Өйткені жалпы басқа бір программирование тілдерінде көбіне бізде JavaScript бір жақсы бір қана тип бар, санмен жұмыс істеу үшін. Ол сан типі деп аталады, немесе number дейді ағылшынша. Ал басқа программирование тілдерінде не бар? Бізде одан бөлек 4-5 тип бар. Так, кімде сұрақ екен? Сұрақ бар ма? Сұрақ. Так, менен басқа екен сұрақ? Я сездім. Қараңыз, анау күшті екен. Бұлай қолымды көтерсем, ол уже сұрақ сияқтап тұр да. Бұлай қолды көтерсеңіздер, не қылады екен сіздердің сұрағым бар деген сияқты. Қолмен табады екен да былай. Күшті. Жалпы достар, жалпы басқа программирование тілдерінде Java-ны оқитын болсаңыздар, C#, Kotlin деген тілдерді оқитын болсаңыздар, ода тип, яғни айнымалы типтері 6 ғана емес, ода 10-15 түрлер бар, примитивті жай. Санның өзінде санмен жұмыс істеу үшін 3-4 тип барлар, как минимум 3-4 тип бар. Мысалы, int деген бар, float деген бар, begin деген, small int, tiny деген түрлері жетеді, барлығы жетеді. Оның барлығы бэкэндпен айналысатын болсаңыздар, жалпы бэкэндті памятпен жұмыс істеу ең үлкен проблемалардың бірі. Сол себепті әрбір сан, мысалы ретінде, миллиард болатын болса, сіз оған басқа типпен жұмыс істеу керексіз. Мысалы, int емес, ол уже begin деген сияқты басқа бір түрлері бар. Солармен арнаға, то есть мына біздің арналған сандардың барлығында бір шектеу бар. Мысалы, минус триллион какой-то, минус триллион бірдеңе цифра, 0 бар, сосын ең плюсовой бар. Сол жерге дейін ғана int дейді да, ары қарай уже int-тің несі кірмейді. Жай жатқан нәрсе ғой, бұл практикада сол үшін мынандай бір типтерді ойлап таққан begin, small int деген нәрселерді.
Жақсы. Так, мен не қылайын? Мына жерден поделиться дейін экранды. Мен тест бастап жатырмын. Иә. Жалпы сіздерді қалай түсіндіңіздер, түсінбедіңіздер? Тексеріп жатқаным ғой. Так, тест бастайын. Мына жерден ашатын болсам. Мына жерде let a тең a дейтін иә, мысалы. Let, мен қызым бүгін что-то ерекше жазып жатыр. Так, мына жақта b деген бар да, немесе былай қойып b, иә. Мына екі айнымалы құрдық, иә, string типімен. Енді сұрақ бар да мына жерде. Мына бір string құрған мәнмен, иә, екі қос тырнақшамен, бір тырнақша, иә. Екеуінде айырмашылық бар ма? Жоқ, айырмашылық жоқ вроде. Айырмашылық жоқ, иә. То есть жазып кете беруге болады. Екеуі де валидный деп жатады. Иә, дұрыс нелер болып есептеледі. Тамаша. Дұрыс. Екеуі де жұмыс істей береді, иә. Одан бөлек, мысалы сіздерге айтатын болсам, мынандай бір нәрселер бар. Бір қосу, мына жақта қазір JavaScript-те көрсетеді. Мен жазайын, бір қосу, мысалы, былай істейтін болсам, иә. Мынау бізге не береді? Бұл чисто енді JavaScript-тің табиғаты. Бір, бұл бізде сан, қосу, және екі, ол бізде string-ті. Нәтижесінде не шығады бізде мына жерде? Бір шыға Не шығады? Үш шығады сияқты. Так, диас сен айтасың, бір деп, Мен үш дедім. диас үш дегенде үш қандай үш? Сан типімен бе? Сан типімен. Хорошо, үш сан типімен. Балнұр, не ойлайсың, мына жерде не шығады депсіз? 2-ден 1 емес па? Ау? 2-ден 1. 2-ден 1 осылай ма? Так, Жоқ, наоборот, 1 бөлінген 2. 1/2. Иә. Так, үш вариант бар. Дұрысы негізі мынау, үш. Бірақ бұл қазір көрсетейін сіздерге. Даже мынандай екен JavaScript-те. Қарасаңыздар, 1 + 2 JavaScript бұны сан деп көрмейді. И наны да сан деп көрмейді. То есть уже екеуін теңестіретін кезде қарасаңыздар, достар, 12 болды. Неге бұлай жасады JavaScript? Неге бұлай жұмыс істеді? Екеуін теңіз string аударып тастады. Өйткені JavaScript-те жалпы кез келген нәрсе сандар болатын болса, олар string-ке приоритет береді көбіне. Бұлай да жазсаңыздар да, немесе керісінше жазсаңыздар да, мына мәнді string-ті көреді, арғардан санды алады да, екеуін бір типке келтіру керек, сосын бірақ қосынды нәрсе жасайды. Сөйтіп, мынаны да string-ке аударып тастайды да, есесіне 21 деген жазылды санды аласыңдар, string форматында. Жалпы осындай. Одан бөлек бізде мынандай бүтін сандар деген естіңізде, бір дедік. Бөлшек сандар деген бар, 1/2 бар. Кете береді, 1/2, 1/3 деп кете береді. Бұл бізде бөлшек сандар. Бөлшек сандарды да тура сондай бір нәрсе бар. Қарасаңыздар, не болды? Просто алды да. Но JavaScript-тің, достар, таңғалмаңыздар. Табиғаты. JavaScript-тің табиғаты осылай жұмыс істейді. Жалпы сандар қосқан кезетін болса, мен қазір былай да істей аламын, true бірде болатын болса. Көрдіңіздер ме? True'ді да неседі. Алды string-ға аударып тастады да. Иә, барлығын string-ға аударып жүрді да. Сосын қосып жіберді. Сосын бізде мынандай нәрсе бар. Мен өзіме заметка ретінде жазып алайын. Так, бір нәрсе. Мен былай жасайын. Так, интерполяция. Interpolation. Және де equalize. Бізде equalize болсын. Енді қарасаңыздар, бізде мынандай нәрселер бар, бір сандарға, бұл сандардың табиғаты. Мысалы, true, қосу, false деген нәрсе бар, мен мына жерде вообще басқа нәрсе берді. Ертең бір таңғалмау үшін барлық нәрсе неге бұлай жұмыс істеп жатыр деп таңғалмау үшін барлығы. Бұл JavaScript-тің табиғаты. Сол үшін ертең собес кездерінде көбіне үлкен компаниялар осылай сұрайды. Жалпы мен санды алдым және string-мен қосқан кезде не шығады деп көбіне сұрайды осылай. Сол кезде осындай жауап берсіңдер, жаңа 3 емес, жаңа 1/2 емес,
сол сияқты уже 12 болады, сан емес, бірақ уже string форматымен болады деген сияқты. Иә. Және де JavaScriptте мынандай нәрсе бар, теңдік операторлар. Теңдік операторлар деген бар, мынандай нәрсе. Мысалы, бір тең бір болып білеміз, иә? Бірге тең деген сөз, да? Бір-бірлеріне тең деген. True деген сөз ол рас деген сөз, мінекей. Мынау теңдік операторы. Бірге тең. Жақсы, мен бірді стрингке аударып тастасам, әлі де тең деп тұр. Әлі де тең деп тұр. Хотя негізінде ол былай қарасаңыздар, мынау сан, иә, бір. А мына кезінде стрингпен болып тұр. Бірақ бәрібір де мәні не мына жерде? Қарасаңыздар, бәрібір де тең деп тұр. Мынау теңдік операторы деп аталады, достар. Осы екі келетін болса, равенство, теңдік операторы. Бұл жалпы салыстырады. Салыстыру операторы, теңдік операторы деп. Яғни бір-бірді салыстырады. Бір-бірге тең ба? Иә, тең деген сөз. Сол себепті рас деп айтады. Және JavaScript қарап тұрсаңыз, мына жерінің өзінде де мына бірді ол қайтадан стрингке аударып тастады. Осылай. И теңестіріп жатыр сан мен санды. Енді сен нақты тексергің келетін болса, санды және стрингпен осыны тағы да теңдік операторын тағы да тең белгісін қосу керек. Сонда осында бір 3 тең белгісі жүреді да бірге. Бұл кезде JavaScript қалай жұмыс істейді? Бұл кезде былай жұмыс істейді. Мына бір теңдік, то есть ол уже бір мен бірді мәндерін салыстырды. Екінші тағы салыстыратын нәрсе, бұл уже конкретно оның типімен салыстырады, типтермен салыстырады. Мысалы, мына типі не бізде? Number, иә? Мына типі не бізде? String. Number stringға тең емес, сол үшін бізде өтірік деп қайтарады, false деп қайтарады. Иә? Сол себепті мынандай бір теңдік оператор жүреді. Одан бөлек бізде мынандай теңдік операторлар бар. Бір, мысалы, үлкен екіден, иә? То есть екі бірден үлкен деген сөз. Үлкен деген белгі былай белгіленеді JavaScriptте. Үлкен деген белгі былай белгіленеді. Бұл деген сөз бір екіден үлкен ба деген сөз. Бір екіден үлкен ба? Я, үлкен деген сөз. Енді былай тексеретін болсам, бір екіден үлкен ба деген кезде жоқ. Мына жерде өтірік дейді. Мына жерде былай болды. Екі бірден үлкен ба дейсің? Я дейсің. А былай керісінше қоятын болсаңыз, бір уже былай бірге қарап тұр. Біздің неміз, указателіміз. Мына бір екіден үлкен ба деген сөзде жоқ, сәйкесінше бір екіден үлкен емес. Сол үшін өтірік деп қайтарсын деді. Бұның барлығы керек. Оның барлығы қазіргі біздің өтетін тақырыпқа байланысты. Біздің тақырыбымыз шартты операторлар болады. Келесі сабақ. Осылармен жақын танысатын боласыңдар, достар. Енді бізде айнымалыға байланысты айттық. Енді бізде айнымалымен қатар біз айнымалының 6 түрімен таныстық жалпы. Бірақ соның ішінде біз одан бөлек тағы да бір басқа сабақтармен таныстық. Қарасаңыздар, қосу көбейту түсінікті. Мына жерде стринг типімен жұмыс істеген кезде бізде бір методтар болды. Бәрін үлкейтіп тастау, барлық кішірейтіп тастау, әріптерді. Сондай бір методтар болды, include деген сияқты. Соларды мысал ретінде айтып бере аласыздар ма? Мен мысалы өзімнің стринг айнымалымды ішінде мысалы айтайық, JavaScript деген сөз бар. Соны кішкентай әріппен жазылған, барлық үлкен әріппен қалай аударуға болады барлығы. Мысалы, let мына жерде subject деп атайын. Мына жерде осылай барлық кішкентай әріппен жазылған. Енді осыны мен үлкен әріппен аударуым үшін, JavaScript деген сөзді барлығын үлкен әріпке аударсын. Мен не істеу керекпін мына жерде? To uppercase қолданасыз ба? Так, бізде subject болды. To uppercase болды. Үлкейтеміз. JavaScript тамаша, әдемі болды. Кішірейтетін болсақ, сәйкесінше To lowercase. To lowercase. Енді бізде одан бөлек мынандай бір метод болды. Include деген метод болды да. Бұның мақсаты неде болды? Бұл не үшін керек болды жалпы? Мәтіндегі сөздерді іздеу үшін бағай. Иә, дәл өзі, тура. Мысалы, Java деп істейтін болса, ол тапты. То есть, мына Java деген сөз біздің мәтін ішінде бар ма деген сөз. Иә, бар деген сөз JavaScript. Мен А деп жазатын болсам, тағы Java деп жазатын болсам, сәйкесінше бұл сөз жоқ.
Тамаша. Бүкіл методтардың барлығын көру үшін бізде мына жерде нүкте деген точканы бассаңыздар, мына жерде түрлі нәрселер шығады. Repeat, small, split деген барлығын жақында танысамыз бұйырса. Тағы да бір нәрсе, ең жиі қолданатын методтардың бірі, ол бізде свойство, точнее, ол мына бір сөздің, мына сөз бар JavaScript деген, сол сөз қанша әріптен тұрады, санап тұрмау үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, мысалы 10 әріптен құралған сөз. Сол нәрсені көру үшін жалпы арнайы нәрсе бар, ол lens деп аталады. 10 кез келген. Және де бұл жерде назар аударатын нәрсе, мына жерде мен былай пробел 1, 2, 3 пробел қойсам, lens десем, бұл пробелді да не істейді, сан ретінде санап кете береді. То есть уже 1, 2, 3 пробелді уже санға қосылып кетеді. Сөйтіп 13 бізде не бар? Ішінде әріп деп есептейді. Жақсы, string түсінікті. Мына жерде әлі де көп нәрселер бар. String ішіне сан типімен танысу деген түсінікті. Мына жерде біз жұмыс істеген кезде нені қолдандық? Maz деген глобалды объект болды, жалпы көмекші болды да. Жалпы бұл Maz деген объект не үшін болды? Не үшін керек болды жалпы? Жалпы не үшін болды? Бізде мынандай Maz деген болды, үлкен әріппен жазылып. Естеріңізде ме? Минимум, максимум, Мгм. рандомно табу үшін, Так, түбірасты дәрежесін табу үшін. ол супер. Яғни бүкіл математикалық Математикамен жұмыс істейміз. математикамен, немесе математикалық операциялармен жұмыс істеу үшін осында арнайы бізде объект бар, Maz деп аталады. Maz точка дейсіздер де, бізде жаңағы айтқанда ең кішкентай санды тауып шығады. Мысалы қарасаңыздар, 1, ең кішкентай сан. -1 десем, сәйкесінше уже -1 ең кішкентай сан. Max деген бар, ең үлкен санды тауып шығады тізімнің ішіне. 2, 3, 4 былай кетесіздер. 4, 5, 100, или 1000. Сол сияқты бізде мынандай бір қызық метод болды, рандом деген болды. Жаңа балалар айтқандай, бұл кездейсоқ санды қайтарады. Қандай кездейсоқ санды қайтарады? Мысалы мен қазір жазатын болсам, бастапқыда ештеңе белгілемесем ештеңе, қазір не қайтарады? То есть мынау Maz деген рандом деген нәрсе кездейсоқ санды қайтарады. Қай аралықта қайтарады кездейсоқ санды? 0 мен 1-дің арасы. Бүтін или бөлшек түрінде? Бүтін түрінде. Жоқ, бөлшек. Бөлшек түрінде қайтарады, 0 мен 1-дің арасында бөлшек түрінде санды қайтарады. Енді мен осы жерден 0 мен 10-ның арасында санды алғым келіп тұр. 0 мен 10-ның арасында санды. Мен не істеу керекпін? Бізге мынау жарамайды уже. То есть бізге бірге дейін болып тұр максимум. Енді біз 0 мен 10-ның арасында бүтін сандар алғым келіп тұр. Мен не істеу керекпін бұл жерде? Лотерея сияқты алдыңғы сабақта өткенде лотерея, біз 10 қатысушы бар, және 10 қатысушыдан бір адамды таңдау керекпіз да, сол адам ұтушы болады. Керек санға Скобкаға 0-ден 10-ға дейін жазамыз. Қалай? Рандомның жанына скобканың ішіне 0-ден 10-ға дейін жазамыз. Мынаның ішінде? Мгм. Жоқ, оның ішіне оны жазбаймыз. Сыртынан бәлкім, керек санға көбейтеміз. керек саны көбейтеміз. Дұрыс айттыңыз, балалар. 10-ға көбейтеміз. Осылай болады. Сонда бізде қарасаң 0,9 алды. Не болды? Менде бір сұрақ бар еді. Осының ішінен мысалға минустарды алуға болады ма? Мысалы -5 пен оның арасында. -5-тен бастап 10-ға дейін ба? Иә, -5-тен бастап. Жоқ, так, оны ойлану керек, қалай істеу керек. Өйткені бұл позитивті сандарды алады. Өзіңіз көріп тұрғандай, 0 мен мен арасындағы, оның шексіздіктің арасында. Бірақ негативті жұмыс істеу үшін бізге былай жұмыс істеу керек сияқты. Мысалы, -5 пен 5-тің арасында алатын болса, онда бізде мынандай бір нәрсе бар. Мен қазір айтайын. Бізде Maz, қателеспесем, абсолют деген нәрсе бар. 5 деп жазатын болсам, -5, бұл керісінше қайтарады. Қазір бір метод қарап көрейік. Менше бір метод болды, сондай. Float, min, max, random, sin, squared, түбірасты, квадрат. Жоқ, менше былай болады сияқты. Меніңше
рандом қайда біз жаңағы рандом 10 болды, мынау 6 қайтарды. Енді сен айтқың келіп тұр, что осы минус неден бастап көбейткің келіп тұр, иә? Ал егер минус 5 деп алатын болсақ, міне шығып тұр уже. Сонда, уже шығып тұр екен ғой, міне осылай ғой, минуспен белгілейсіз ғой, айтпақшы. Минус 5-ке көбейтесіз, сонда минус 5-тен бастап кететін болып тұр ғой. Сонда минус мынаны округлейтін болсақ, уже 2 болады, иә? Минус 2. Бірақ меніңше мынау позитивті қайтарам екен. Так. Минус 5. Жоқ, наоборот, ол 0-ден бастап уже минус 5-ке дейін кетті. Иә? Өйткені 0-ден асып жатқан санды көріп тұрған жоқпын. 0,4, 2, 3, 4, 5, 6. Жоқ, 0-ден бастап, бұл сәйкесінше, или 1-ден бастап, былай айтқанда минус 5-ке дейін жүгіріп жатыр уже. Иә? Сол 0,4 кіріп кетіп отыр ішіне. Жаңа нәрсені қарап көру, именно минус 5-тен бастап, мысал ретінде, бұл қай кезде керек болады сізге? Мысалы, дес ойланып көрейікші. Неге минустан деп жатсыз? Рандом сандар. Просто қызық болып кеткен ғой, соны сұрап отырмын. Минус қайтара ма деп. Так. Қайтарып тұр ғой. 1-мен, то есть минус 5 пен 1-дің арасында қайтарып тұр. Жоқ, просто ана C#-та кәдімгідей аралықты жазасың да, содан сол сандардың арасын қайтарады. Ал мына JS-та басқаша болу екен да, кішкене. Питонда да бар сондай тура. Иә, ол сондай нәрсе. Жалпы JavaScriptте бір ғана метод бар. Сол нені қайтарады? То есть мына сан табиғаты, бұл сан табиғаты. 0 мен 1-ның арасындағы бөлшек сандарды қайтарады. Ары қарай сен уже минусқа көбейтіп, немесе позитивті санға көбейтіп, керек санды аласың. Сосын арада уже округление жасайсың. Так, ладно. Мына жақ түсінікті. Бізде тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Типке байланысты. Мен диастан ғана көрдім, по-моему. Сұрақ жоқ. И жұмысын ше. Мына есепке байланысты. Қалғандарыңыз жердіңіздер ма? Мына и жұмысын, 10 оқушы бар деген нәрсе. Ағай, мен үлгермей қалдым. Келесі сабақты жіберемін. Иә, мынаны қарап көре салыңыздар. Тура біз айтқан нәрсе ғой. Жаңағы нәрсе, үй жұмысына байланысты. Так, ладно, бұл түсінікті. Бұл негіз, меніңше барлығында түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы, қандай типтер бар. Жақынырақ танысатын боламыз бұл типтердің барлығын. Енді келесі модуль, қарасаңыздар, достар, шартты операторлар деп аталады, және циклдар деп аталады. Бұл сабақ негізінде бірінші мынандай бір неден тұрады, модалды терезелер деп атайды. Соның 3 түрімен танысасыңдар. Арада біз мынандай бір әрдайым консольмен жұмыс істеп тұрмау үшін, біз мынандай бір HTML ұғымында жауап істейін. Жалпы модалды терезелер, немесе модальный окошко деген нәрсе бар. Бізде бұл жалпы JavaScript емес, бұл JavaScript методтары, бірақ HTML-мен жұмыс істегенде сол нәрсемен таныс боласыздар. Уже қолданды деп ойлаймын. Alert, мысалы confirm деген нәрселер бар. Функциялар, глобалды функциялар деп атайды, қазір көрсетемін барлығын. Мынандай тоже келесі сабақта түсіндірген. Мысалы, мына жақта модуль деп жазайын. Model.js. Бізде мынандай нәрсе бар. Мына алертті білесіздер ме, не үшін екен? Alert деген метод, функция бар, осылай, alert. Иә, таныспын. Так, не үшін керек? Консольға емес, ана модалка болып шығарады. Мысалы, ішіне стринг текст жазсаң да болады, сан жазсаң да болады. Мысалы, hello world деп жазады. Сообщение сияқты, ол сообщение. Дәл өзі. Так, model дейік. Бетеміз, go live. Бізде мынандай бір модальный окошко бар. Модальный окошко деп, модальный терезе деп атайды. Модалды. Біздің жазылған мәтін просто осының ортасында пайда болады. Бұл түсінікті. Одан бөлек бізде мынандай нәрсе бар. Confirm деген нәрсе бар. Тоже не алсам болады. Сен Алматы
қаласынан ба, иә? Қарасаңыздар, сен Алматы қаласың ба? Тура жаңағы нәрсе, модал терезе, бірақ мына жерде екі батырма пайда болады, иә? Растау, окей, немесе бас тарту, иә, cancel. Және бұл қызығы, ең қызығы, бұл функцияның қызығы. Сіздің таңдаған жауапты қайтарады. Мына жерде cons your answer дейтін болса, сіздің жауабыңыз, иә. Сонда мына жерге консольге тексеретін болсам, your answer, мысалы, былай тексеретін болса, консольда, былай қояйын. Мына жерді бассам, окей деп, сонда ол true'ді қайтарады. Демек қолданушы не істеді? Растады. Мен Алматы қаласынанмын деген сөз. Немесе cancel деп басатын болса, false қайтарды. Сізден мынандай нәрселер көп көресіздер, достар, мәнді. True, false деген мәнді көп көресіздер. True деген рас деген сөз, false деген өтірік деген сөз. Жалпы программированиеде бұл өте жиі қолданатын мәндердің бірі. Так, бізде prompt деген нәрсе бар. Бұл жерде тоже жазайық. Hello деп. Prompt қалайтын болсаңыздар, мына жерде немесе enter your name. Осыны те қойып қоятын болса. Жаңағы жерде қарасаңыздар, мынандай бір модаль терезе тоже, бірақ мына жерде қарасаңыздар, атымды тер деп тұр, және мындай бір текстті поле пайда болды. Текстті поле пайда болды, тоже екі батырмасын бірге. Бұл жердегі сіздің жаңағы нәрсе, жазған нәрсеңіз cons текст деп атайын. Және де мына жазған текстті былай көрсететін болса, сіздің мына ортаға жазған текстіңіз, мысалы, dias деп атайтын болса, тура мына жерге dias деген жазуыңыз келеді. Мына жерге сіздің dias деген жазуыңыз келеді, достар. Hello-ның ішіне. Кез келген нәрсе жазсаңыздар да, мына жерге бәрі пайда болады. Мына жерге сіз enter your name деді, атымды тер деді, және ол атын тереді қолданушы, және сол терген мәнді алады да, мына бір айнымалыға не істейді? Сақтап қояды. Текст деген айнымалыға сақтап қояды. Арқада текст деген айнымалының ішінде уже сіздің атын сақтаулы. Осында үш не бар бізде? Үш не бар? Модаль терезелер бар. Үшеуінде де қолданамыз сабақ барысында. Одан кейінгі нәрсе шартты оператордан бастайық. Бұл шартты оператор, қазір ашып қоямын, достар. Бұл да барлық программирдің бар ұғым нәрсе. Мен былай жазатын болсам, мысал ретінде айталық, шарт деп тұр ғой. Шартты операторлар. Мына сөзге назар аударатын болсаңыздар, шарт деп тұр. Шарт деген сөз условие деген сөз, условие. Немесе ағылшынша conditions. Қарасаңыздар, шарт деген сөз. Яғни бір шарт орындалса, ішінде код орындалады. Шарт орындалмаса, ішінде код орындалмайды деген сөз. Мысал ретінде айталық, бізде сен Алматы қаласынан ба деген кезде бүйтіп жазайық. Мына жерде бізде жоғарыда копиетіп алайық. Жоғары жақ қояйық. Сен Алматы қаласынансың ба деген кезде қолданушы я деп жауап берсе, окей деген батырманы басса, онда мына жерден қолданушы Алматы қаласынан. Так, былай бірінші судалысыдан бастайық. Сен Алматы қаласынансың ба деген кезде біз я дейтін болсақ, your answer жауап бастайық. Қолданушы Алматы қаласынан. Қолданушы деген пользователь деген сөз ғой. Ал егер де мен мына жерде бас тарту дейтін болсам, бізде ештеңе көрінбейді, пустой. Егер қолданушы растаса Алматы қаласынан екенін, бізде мына бір код орындалады, достар. Мына бір код орындалады. Қараңыз, бұл кілте сөз, if деген сөз кілте сөз бар, ол шарт деген сөз, если деп аударылады, егер деп аударылады немесе. Если, егер. Егер қолданушы Алматы қаласынан болса, рас деген сөз болса, true қайтарды ғой бізде. True болса, онда мына бір кодты орында дейді. Ал егер де
Алматы қаласынан болмаса, иә, онда басқа қаладан. Cancel деген батырманы басам, сонда басқа қаладан деген нәрсе шығады. Яғни қолданушы басқа қаладан келді. Көргендей, мына бір фигуралы жақшалар пайда болды. Фигуралы жақшаның ішіне біз кодты жаза аламыз. Бұл жерде бір ғана строчка емес, бірнеше строчкада жаза аламыз. Мысалы, сәлем деп, иә, ағадай. Мына бір мынаның ішіне біз жазып кете береміз, достар. Қанша код жазылды. То есть, мына фигуралы жақша деп атайды. Иә. Көбіне олар шартты операторлармен, циклдармен жүреді, иә. Сол сияқты бір функцияның ішінде жүреді. Бұны көп көретін боласыздар. Яғни бұның ішіндегі нәрсе просто кодты группировка жасау үшін осындай фигуралы жақша қоршап қояды. Иә. Мына ішінде біз айтқандай то есть бір шарт орындалса, былай оқыңыздар. Егер шарт орындалса, мына кодты орында деген сөз. Егер шарт орындалмаса, else деген сөз, орындалмады деген сөз, онда мына бір кодты орында дейді. Иә. Солай оқисыздар. Бұл жалпы шартты операторларға байланысты, иә, одан бөлек түрлері бар. Одан бөлек тағы да екі түрі бар. Switch case деп аталынады. Одан кейін тернарный оператор деген нәрсе бар. Бірақ мағына жағынан негізі барлығы ұқсас, бір-бірлеріне ұқсас. Так, мына жерге сұрақ бар ма? Түсініксіз болып қалды ма деп кішкене. Шын айта беріңіздер. Баннур, Аслан, Диас. Тағы да. Ағай, мысалға біз осы сайтқа кіреміз ғой, курс болатын сайтқа. Сол кезде мысалға біз номерімізді жазып солай кіреміз ғой. Бұл операция сол кезде керек па? Иә, кстати, осы жерде керек. Мына жерде жүрсіз ғой? Иә. Мына жерде керек, негізі. Бұл жерде былай болады ғой енді. Сен почтаны тердің, сен паролін тердің. Жібересің да, егер сенің паролің сәйкес келетін болса, сен мына жерге терген парольге, онда сайтқа кір дейсің. Ана жаққа true деп келеді, сосын доступ береді. Дәл өзі true деп келеді да, сіз мына жерде мен добро пожаловать серіктен күлмі, арқылы кіргізем сайтқа. Ал егер оның паролі сәйкес келмесе, терген, онда все, кірмейсің, сен қате тердің деген сөз. Бұлай бүйтіп дейтін, false деп келді да, оны же. Неправильный почта или пароль деп. Именно осы жерде бэкэнд керек емес пе, да? Иә. Диас, сен жақсы білеткесің, несін ше? Сен JavaScript-тен жақсы білесің, хабарың бар кішкене, жақсы. Иә. Так, Аслан қойды ма сұрақты жаңа? Аслан қойды, по-моему. Аслан, бұл жерге бэкэнд керек. Бұл жерге жалпы бэкэнд керек. Өйткені бізде қолданушының тізімі, бүкіл студенттердің барлығы қай жерде сақталынады? База данных деген жер бар. Сол жерде сақталынады барлығы. Сол жерден барлығын. Бұл жерде бірнеше операция бар. Фронтенд, ол не істейді? Бэкэндқа жібереді. Қолданушы терген почтамен құпия сөзін жібереді. Мына жерде бэкэнд болады да, ішінде бэкэнд алады да, база данныхқа барады. База данныхта тексереді, осындай қолданушы бар ма дейді. Аслан деген мысал ретінде. Иә, осындай қолданушы бар дейді Аслан. Екінші нәрсе, ол оның құпия сөзін тексереді. Сенің басында орнатқан құпия сөзің бар ғой өзің алғашқы. Сосын осы терген құпия сөз бар да, екеуін бір-бірімен салыстырады. Иә, бір-біріне сәйкес келді деген кезде, true болған кезде не істейді? Фронтендке жібереді. Рас, ондай қолданушы бар, және құпия сөзін дұрыс терді дейді да, саған true деп жібереді. Сен уже ары қарай оны сайтқа кіргізесің. Ал егер сәйкес келмесе, бір қателік болатын болса, сенде неправильный почта деп айтасың, ошибка болды дейсің. Мынандай нәрсені жасау үшін бәрібір сіздерге бэкэнд керек болады. Бұл фронтендпен жасалмайды, тексеру, жаңағы іздеу, қолданушыны парольдарын табу, салыстыру дейтін нәрселер, олар бэкэндте жасалады. Так, сұрақ. Сабақ құрайық. Сонымен, достар, бүгінге қорыта айтатын болсақ, не бар? Бізде шартты операторларға келдік, 2 сабағын алдық, модал терезелер 3 функциясымен таныстық. Жеке-жеке жұмыс жасаңыздар, әрқайсымен. Мына жерде үй жұмысы деген бар, қателеспесем, раздел, соның ішінде модал терезелерге байланысты. Сосын шартты операторларға тоже үй жұмысы бар.
соның барлығын қарап шығыңыздар. Так, шартты операторлар. Мынау бізде модал терезе, қарап көрейін. Қарап көріңіздер, осыны сабақпен танысып шығыңыздар. Екі сабақпен шартты операторларға байланысты беремін сіздерге. Соны бекіту үшін жасап шығыңыздар. Практикамен жасама. Хорошо. Так, сұрақ жоқ болатын болса, онда сабағымыз тамам. Келесі сабақ среда күні. Мен ойлап тұрмын, бір нәрсені тақылдасқым келіп тұр. Бізде жұма күні сабақ бар ғой? Сол 8:40-та басталады тоже. Сіздерге уақыт жағынан қайда? Жұма күнгі сабақ именно. Ертерек басыңыздар. Именно 8-де, Маған без разницы. 7:30-да, или 7-де. Вот 7 қалай? 7 ыңғайлы сіздерге? Аслан, Мен 7-де үлгермеймін. Так, хорошо. 8 ыңғайлы. 8 ыңғайлы. 8-ді қоя берсек. 7:30, 8 болса жақсы болушы еді. Жұмыста болғанмын. Хорошо. Просто 8:40 не сияқты? Қазірде де кеш сияқты кішкене. 8-ге қоя берейік, онда жұма күнгі сабақта, егер кешігіп жатсаңыздар, біз қайтадан өзіміз 8:30 орнатып қоямыз ғой сабақ. Хорошо. Жақсы достар, 2 сабақ қарап шығамыз. Мен қазір телеграмға сіздерге еш достарын жіберемін. 1-2 сағаттың ішінде жасыма. Хорошо. Жақсы. Хорошо. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.